Қайырлы күн. Мен Жезқазған қаласындағы нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебінің 10 Ә сынып оқушысы Бахитова Жанель. Мектеп ауласы оқу мекемесінің көрнекті келбеті. Келуші бір қарағанда мектептің ауласына қарап алғашқы ойы қалыптасады. Егер де бұл мектепте ұйымшыл ұжым еңбек етсе, мақсаттары жан-жақты қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу болса, мектеп ауласы да талапқа сай көркемделеді. Ландшафттық әлендіруді мектеп ауласында үздіксіз стильде орындаған жөн. Түзу соқпақ, симметриялы отырғызылған өсімдіктер, клумбаның геометриялық пішіндерін айрықша көркемдеу оқушыларды байсалдылық пен тәртіпке үйретеді. Мектеп ауласын ландшафттық әлендіру кезінде оқушылардың білім ордасына келгендігін, білім мен тәрбие алу керектігін ұғындыратындай етіп ұйымдастыру қажет. Мектеп ауласын әлендіру жобалаудан басталады. Ауланың ландшафттық әлендіру жұмыстары жүретін аумақ белгілі болған соң, қағаз бетіне жоба нұсқасы, яғни эскиз жасалады. Содан соң болашақта безендіру жұмысына алынатын өсімдіктер мен материалдар сызбасы жасақталады. Сауатты және қызықты етіп көгалдандырылған мектеп ауласы ондағы барлық оқушылар мен ұстаздардың көңіл-күйін көтеріп, денсаулықтарына жағымды жағдай жасайды. Ландшафттық әлендіру бір бағытта болмау қажет. Бұл жерде қиял мен шығармашылықтың ұштасуы көрінуі керек. Мектеп ауласы бала ойында мәңгі сақталып, ұзақ жылдан кейін мектебін еске алған уақытта да сақталуы керек. Бұл атқарылар жұмыстар тікелей оқушының қатынасы арқылы жүзеге асады. Оқушы өсімдіктерді аулада, бөлмеде өсіру, оларды күтіп баптау әдіс-тәсілдерін іздеп, қызығушылығын оятады. Әсемдікті сезілген оқушы табиғаттың түрлі салаларын, өсімдіктер әлемінің қыр-сырын білуге талпынады. Бос уақыты болмаған оқушы әлеуметтік өмірдегі жағымсыз мінез-құлықтан аулақ болып өседі. Көгалдандыру, қала, ауыл, тағы да басқа елді мекендерде ауаны тазарту, көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіру. Ғылыми деректер бойынша, белгілі бір аймақтың 15% көгалдандырылса, шаң тозағының мөлшері 20%-ға кемейді. 35%-на өсімдік өсірілсе, шаң 50%-ға азаяды, ал 65%-на өсірілсе, шаң 95%-ға кемейді. Ағаш пен бұталар, гүлдер мен көгал ауадағы көмір қышқыл газды сіңіріп, ауаны оттегімен байытады, шуды азайтып, мекен жайды желден, күннен және шаңнан қорғайды. 1 гектар жасыл алқап 1 сағатта ауадан 8 килограмм көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Кейбір ағаштар өздері айналасына тарататын фитонцидтері арқылы ауадағы зиянды микроорганизмдерді жойып, оны адамның денсаулығына қолайлы иондармен байытады. Мектеп ауласы гүлдендіруде гүлді өсімдіктер өсу ерекшеліктерін меңгере білу керек. Әр гүлдің шығу тарихы, тіршілік ортасы болатынын білеміз. Ландшафттық әлендіру жұмыстарында гүлдерден ландшафттық композиция жасаймыз. Ландшафттық композиция жасау кезінде гүлдердің биологиялық тұрғысында жарық қажеттілігін, жылу сыйғыштығы, ылғал және топырақ құрамына мән берілсе, ал көркем архитектура тұрғысында, яғни сабақ биіктігіне, гүл мен жапырақ пішіні мен түсіне, гүлге уақыты мен ұзақтығына мән береміз.